Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті біздің Күлтөбе студиясының тұрақты оқырмандары. Бүгін біз кезекті тағылым подкастымызды дайындап отырмыз. Ендеше бүгінгі тағылым подкастымыз кино және театр актерларының тағылымы болмақ. Осы кино және театр өнерінде өзіндік орны бар өңірге және республика танымал азаматтарды бүгін Күлтөбенің төріне сұхбатқа шақырып отырмыз. Ендеше таныстырып өтейік. Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театрының көркемдік жетекшісі Ғалымжан Қаппаров ағамыз және елімізге танымал талантты актер Қасымбеков Қылышбек ағамыз бүгін біздің студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Мынау қазақы нақыштағы Күлтөбе студиясында емін еркін отырып, емен жарқын сұхбат құрайық. Ендеше өздеріңізге ортақ сұрағымыз болсын. Театр өнерінің тарихы, ол қай заманнан басталады және оның бүгін қоғамдағы орны қандай, және сіздер театр әлеміне, кино әлеміне қалай келдіңіздер, не түрткі болды? Осы бір кішкене қызығушылық сұрақтардан бастап берсеңіздер. Жалпы театр деген енді халықтың айнасы деп жатамыз ғой. Көп адамның тәлім тәрбие алатын жері, сахнадан өзін көріп, көп жерде адамдар сондай Алла ырзық несібе беріп қойса да, адамда қанағат деген жоқ қой жалпы. Бірдеңе болса, тағы болса деп жатады да, сөйтіп кейбір нәрселерге күпірлік жасап қояды, кейбір нәрсеге шүкірлік жасайды. Ал біздің театрдың қойылып жатқан қойылымнан соны көріп, өзінің жағдайы анаған қарағанда өте дұрыс екенін көріп, содан кейін барып шүкірлік жасайды да. Жалпы театр деген тәрбиелік мәні бар орта. Сол театр өнеріне, театрдың үлкен бір қайнап жатқан өмір ғой. Соған қалай келдіңіздер? Театрға мен негізі осы Түркістан жанындағы Жаңақорған елді мекен тумасымын. Мен негізі 94 жыл мектепті бітірген кезінде арманым қойшы болу тұғын. Содан соңғы емтихан тапсырып, аттестат алмай қойшыға көмекші болып кеткем. Содан ауылымыздың бір әпкеміз Жетісайда Шәмші Қалдаяқов атындағы гуманитарлық колледж, ол кезде техникум тұғын. Сол жерде оқып, сол мен өнерімді көріп, сол кісі алып барды сол жаққа. Жетісайға. Жаңақорғаннан Жетісайға. Жаңақорғаннан Жетісайға Ташкент арқылы ол кезде Сырдарияда көпір жоқ. Сол жақпен барып 95 жылы оқуға түстім. Содан өнерімізді көріп 99 жыл сол Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрға әртіс қабылдады. Демек, бір адамның ғұмырындай өмірде қазір сіз театрда қызмет етіп жүрсіз 30 жылға жуық уақытта. Өзіңізге тоқталсақ. Мен 2001 жылы өз Жетісайдың жіктім. Сол жерден 2001 жылы бітірдік мектепті, содан соң Жүргентте оқыдым. Содан соң 2009 жыл сол аталмыш Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрға келдім. Содан бері қазір жұмыс жасап жатырмыз. Сіздің де еңбегіңізге 15 жылдан астам уақыт өтті ғой. Жалпы театрдың жұмысы ол көпшілікке көріне бермейді. Қазіргі таңда киноны бәріміз көріп жатырмыз. YouTube әлеуметтік желісінде кино көретіндер бар. Әлеуметтік желіден киноның үзінділерін көреді, бірақ театрдың қойылымдарына да өкінішке орай бізде қазір көп адам бара бермейді. Енді осы театрдағы ең бір қиын сәттер болды ма? Сол енді өзіңіз айтасыз, 95-те оқуға бардық, 2000 жылдар театрға жұмысқа кірдім деп. Осы уақытқа дейін қандай бір қиын кезеңдерден өткен сәттеріңіз есте қалды? Қиындық болады ғой. Мен мысалы 2000 жылы үйленген кезде әкеме айттым енді, ана жақта үйленіп қалғанмын, жұмыс сол жақтан бастаймын деп. Еншімді бер деген кезде батасын беріп, менің еншім осы, қалған еншің Алладан деп жіберген. Вилка қасық жоқ. Сонымен 2000-нан бастап 2007 жылға дейін жатақханада тұрдым. 1,5 жыл етсіз өмір сүргенбіз ғой. Сөйтіп сәл айлығымыз көбейіп, сонда 350 теңге, 500 теңге болған кезде жарты кило ет әкеп, соны бір ай жегенбіз. Оның шаятын холодильникте жоқ сап қоятын. Жарты килоның жартысы иістеніп кеткен ғой, балконға жайып қойғанбыз ғой. Сонда 250 грамм ба, сол етті бір ай жегенбіз да. Негізі жалпы мына қазіргі баяғыда бар еді да, жаңағы ата-ана өзінің балдарын үй алып беру міндеті, үйлендіру міндеті. Қазіргі кезде соған мен қарсымын. Жалпы адам өзі еңбек етпей, біреудің әке-шешесін тауып берген нәрсесінде соған сеніп жүре берсе, одан қатты қиын нәрсе. Қазақта сөз бар ғой, әшшінің дәмін білмесең, тәттіні қайдан сезбексің дейді. Сол себептен мен еңбектендім,
жасадым, Аллаға шүкір сол еңбегім арқасында осыны дегенге жеттік. Ал енді театрға қатысты бір қандай да бір қиын сәттер болды ма өзіңіздің өміріңізде? Енді қиын сәттер болмайды емес, болады ғой, енді өмір болған соң. Бірақ қасыңдағы адамдардың жақсылығынан ана бір мықты бір актердің айтатын сөзі бар ғой. Егер де азанда жұмысыңа асығып, кешке үйіңе асығатын болсаң, онда сенен бақытты адам жоқ деп. Сол секілді қасыңдағы адамдар жақсы болатын болса, онда жақсысың. Екең жақсы дей білу керек. Бір кісі үй сатып алам деп бір жерге барған кезде айтқан екен, жаңағыдай көршілері, қалай ар жақтағы көршілерің жақсы ма? Ояқтың бәрі жаман деген екен. Біз де жаманбыз, көршінің бәрі. Кейінгі біреу барған кезде ояқтағы көршілерімді қимаймын, сол жақсы болған екен келіп отырмын деген екен. Онда біз де жақсымыз, бұл көшенің барлығы жақсы деген екен. Сол сияқты адам өзі жақсы болса, бәрі жақсы. Барлығын қиындықтың бәрін жеңуге болады. Жай ғана сынақ қой. Иә. Енді Ғалымжан аға, сіз қазіргі таңда сол Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрдың көркемдік жетекшісіз. Шығармалардың жалпы сәтті шығуына да тікелей сіздің және сіздердің актерларыңыздың шеберлігіне байланысты. Осы театрдың шығармашылық тобының қалыптасуына қандай бір қасиеттеріне мән бересіздер, және сіздердің өмірлеріңізде есте қаларлықтай бір қандай шығармашылықтың бір із қалдырған қойылым, мына бір қойылым біздің бір бағымызды ашқан, мына қойылымды мен 100 қойсам да ерінбейтін ем, 100 қойсам да жалықпайтын ем дейтін бір атап өтетін дүние бар. Айтып берейін, мынау бізден жалпы өнерлі адам басқа кәдімгі қарапайым халықтан ерекшелігі сәл артықтау, болмаса сәл жетіспейді. Сондай адам әртіс болады. Қарапайым қоғам түсінбейді дейсіз оларды. Өйткені мектепте де бар ғой, ең нашар оқыған оқушы спортсмен әртіс болады да, ең білімсіз, бірақ қазақтың атын әлемге танытатын солар да. Білікті, білімді математиктерді көресің, ешкім танымайды. Оны есепке жақын біреулер таниды, басқа танымайды. Мынау мен енді 2000 жылы барған кезде, 2005 жылы біздің театрда өзі тоқырау кез ғой. Мынау біздің жәндегі шалғайдағы театр дейміз ғой. Шекаралас, ол қазір Қазақстан бойынша бір ауданда ондай драма театр жоқ. Тек Жетісайда 600 адамдық орындығымен. Сонымен 2006 жылы бүткіл Қазақстандағы сыншыларды жібереді ғой. Жәндегі мәдениет басқармасы, министрлігі. Сөйтеді, бүткіл сыншылар келіп біздің спектакльдің бәрін көреді. Сол кезде біз 2005 жылы 14 облыстың арасында Қызылордадан Алпамыс Батыр спектакльмен бас жүлдені ағамыз. Ана спектакльді қояды, сын кетіп жатыр. Сонымен өзі театрды жабамыз деген кезде, тағы нелерің бар деген кезде Алпамысты қойдық. Бір сыншы сында мінді айта алмады да. Мынау осы спектакль осы театрдың жүрегі екен. Мына театрдың келешек ғұмырын жалғастыруға себеп болған спектакль осы деп. Өйткені ол спектакльдің ерекшелігі режиссері Уәлихан Омаров деген өзбек кісі. Ташкентте абыройлы, шетелдерде спектакль болған. Біз сол кезде екі елдің достығы ретінде мен Алпамыс Батырды ойнасам, менің әйелім Гүлбаршынды Өзбекстанның еңбек сіңірген актрисасы Сүлейха Байханова деген актриса. Сол ойнады. Ол өзбекше сөйлейді, мен қазақша сөйлеймін. Бірақ ол тіліміз түсінбесек те, ананың соншалықты мықты актриса екенді қолыңнан ұстап сөйлеген кезде аузынан өзбекше шығып жатыр, қолы арқылы энергиясы қазақша келіп жатыр да маған. Сол спектакльді мен қайта ана режиссерге қоям десе, мен сол кездегі жасыма өзімді келтіріп, қарымды жинап, ойнап беруге шамам келеді да. Сол менің бағымды ашқан, бағымды ашқан, махаббатымды ашқан бір и театрымыздың ары қарай жүруіне себеп болған. өміршеңдігіне спектакль. Енді біз енді Қылышбек ағаны театрдан гөрі қазіргі бүгінгі жастар кино актерлығы арқылы таниды. Жалпы актерлық өнердің ең басты қағидасы қандай? Және актердің сахнаға шығар алдындағы ең қорқынышты сәті қандай болады? Не болады? Актер қорқу керек біріншіден. Ол қорықпаса, аяғы дірілдемесе ол актер емес. Ал екіншіден, әрбір актер іздену керек деп ойлаймын. Іздену керек. Әрбір мамандық иесі іздену керек. Ол мамандық иесі ізденбесе, ол тура сол жерінде мен болдым, біттім деген сөз сонымен қалады. Әрбір актер, әрбір режиссер өзінің, мысалы біз осы жерге келдік,
келгеннен соң енді келесі жерді ойлап отырмыз қазір қазір баратын жеріміз сол секілді миымыз сан санаққа кетеді. Жалпы актердің ең басты құралы сол ізденуінде, сол ізденістің үстінде жұмыс жасауында. Сонда ғана ол өзінің жетістігіне жетем деген. Ал бірақ енді қаншама не бар, оны ашық сұхбат дедің ғой, айта берейін. Барлығы да бірақ іздене бермейді. Барлығы да іздене бермейді. Бірақ соны режиссерлар алады, бұл кісіде режиссерлар алады да, бағанағы мынандай сөз бар театрда. Тақтай ма? Тақтай күйінде жұмыс жасау керек. Я, тура сол өзінің қалпында, тура соған арнайы рөл береді да, тура. А бірақ гибкий актер деген болады, пластилин актер. А оларды ол өзінің рөліне қояды. Сонда ғана спектакль жақсы шығады. Бір жерде бір өзімнің 5 балам болатын болса, 5 балам әртүрлі. Мінез әртүрлі. Ал режиссердің да 40 спектакль қоятын болса, одан біреу болмаса екеу ғанасы өте керемет болып шығады. Актердің да сондай жұмысы бар. 30 спектакль ойнайтын болсаң, соның біреу ғанасы, екеу ғанасы көрерменнің есінде қалатындай болады. Барлығы бірдей керемет бола бермейді. Бір туынды арқылы адамның жүзін, өнерін, тұлғасын қалыптастырады және жарыққа шығарады. Иә. Енді осы қойылымды жасаған кезде қандай принциптерге негіздейсіздер? Көркемдік жетекшісіз ғой, сіз енді театр болсын, киносы болсын, біз мынау қазір идеологиялық үлкен бір майданда өмір сүріп жатыр. Жаһандану, Американың киноларын көрсең, Америка қашанда қаһарман болып шығады. Үндінің киносын көрсең, үнділер махаббаттың символын орастырып жатады. Ал енді біздің қазақтың бүгінгі театр және кино өнері қандай бір идеологияның жетегінде біз кетіп бара жатырмыз және оны қалыптастырып жатқан идеологиямыз бар ма? Халық қазір бір мән мағыналы дүние жасап шығарсаң ше, бірден өтіп кете салады. Қарамаймын. Ал бір видеоны маңдайына о шеше деп жазып қойшы, интернет ұстамаса ұстайтын жерге барып көреді соны. Өйткені халықтың сана сезімі төмендеп бара жатыр да. Неге біз мынау дамыған мемлекеттердің қатарына қосылған сайын салт дәстүрімізден алыстай береміз. Кәдімгідей алыстай береміз. Әлі бауырсақ пісіру, табаға нан жабу деген аңыз боп, кейін ұрпақтарымызға айтсаң қойыңызшы дейді. Сонда көнге намыс ема не? Сондайдан біз қатты алыстаймыз. Бұл дамыған ел дегенде қай жағынан дамыған? Біздің сол жоғарыдағылар соны ойлады ма? Қай жағынан дамыған? Жәндегі еркектердің әйел кейпінде жүретін жағынан дамыған ба? О жағынан ойланды ма білмеймін да. Именно басқа ұлттарды білмеймін, біздің енді қазақтың салт дәстүріне өте жат нәрселерге қатты қадам басып бара жатырмыз да. Мынау баяғыда әке көрген оқ жона, шеше көрген том пішер дейді ғой. Ата-анасы балаларын тәрбиелеп жататын еді да. Қазіргі заман бөлек, баланы тәрбиелеудің керегі жоқ. Сен өзіңді тәрбиелеуің керек та. Көріп өсетін заманда. Біз енді қазір театрда қойып жатырмыз, біздікі әлеуметтік драмалар. Бұл кешегі спектакльде бүгінгі қойылатын 117-ші пәтер деген, енді Қылышбекті кинодан көріп жүрсеңіздер, спектакльдегі ойнағанын көріңіздер да, нақ киноға түсірсін деп айтасыздар. Бүгінгі спектакль енді кәдімгі осы өмірде болып жатқан дүние. Ананы көреді да, өйткені қазір өзінің сөзінде бар, пәлен жылға қарағанда қанша ажырасу? 2023 жылғы санақ бойынша 62 мың отбасы отау құрған болса, соның 40 мыңы ажырасып кеткен. Көрдіңіз ба, қазіргі қыздарда да, балдарда да, үйленбеген жігіттер үйленбеді деп тұр, сұраш, нағы үйленбедіңсің, қыз жоқ дейді. Бірақ толып жүр да. Өйткені бұлар қыздарға бар сөз айтса, ол махаббат жайлын сұрмайды, махир дей ма, не дейді жаңа? Соған ілінбей үйленіп кеткеніме қуанам ше. Сол себептен, сол енді ол қызға да ата-анасын тәрбиесі ғой. Әй қызым, әйтеуір жақсы жерге бар осындай деген нәрсені айтып отырса, қыз жігітке қарайды да, әңгімесіне түсінуге болады. Бірден анандай сұрап тұрған қыз үйленгеннен кейін айфон сұрайтыны белгілі ғой. Одан кейін машина бер дейді, өмірің бытышты болады да. Біздің қазір көп театрларға, мысалы мынау жаңадан ашылған театр, музыкалық драма театры. Сырттан актер актрисалар келеді да. Олар қазір Түркістан деген көне, кәдімгі қазақтың дәстүрі белшесінен батқан жер ғой. Осы жердің халқын да сәл алыстатып жүруі мүмкін. Өйткені қойылып жатқан спектакльдерін көреміз, жат қылықтар бар да. Ол ауыр да. Біздің Жетісай
енді кәдімгі андай сырттан келген біреулер ондай спектакль қоятын болса орнынан тұрып кете салады. Не үйретіп жатыр деп. Біздікі Аллаға шүкір тәрбиелік мәні бар. Әзіл жағымен де жеткіземіз, жылатып та жеткіземіз. Ертеңгі қойылатын мысалы спектакліміз Бердібек Соқпақбаевтың Қайдасың Гауһар. Соғыстың кезінде 43 жыл ма? Сол кезде жазылған. Таза шынайы махаббат қыз бен жігіттің. Жәндегі бірден сөз айтып көне салу емес, жүрекпен сондай да. Біз ана заманауи деп біз әлі кеткен жоқпыз. Заманауи болған жоқсыздар. Ондай жоқ. Демек, театрдың идеологиялық мазмұны біз бәрібір қазақшылықты дәріптеп келеміз дейсіз ғой. Енді бүгін сол театрдың қоғамдағы орны қандай, жалпы театрлардың, жалпы сіздердің ғана жеке емес, жалпы театрлардың, республикадағы театрларымыздың, облыстағы театрларымыздың орны қандай? Оған болашағы дамытуға байланысты, мысалы жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бізде кейбір көрермендер өкінішке орай жаңа жүктегеннен кейін, міндеттегеннен кейін келіп отыратын көрермендер бірлерін көзге көрінеді, жаңа өтірік мақтайды, түсінбейді бәрібір дүниемізді деп. Осы нәрселерге байланысты театрдың жалпы қызығушылық деңгейі қандай бүгінгі қоғамның? Андай ғой, мысалы сапасы жоқ дүниенің жарнамасы көп болады да. Ал базарға келгенде мына жерде шуба сатылады деп ешкім айта бермейді. Шубаны өзі үшін алады да. Бір майда шүйделердің бір жарнамасы көп болып кетеді ғой. Сенің дүниең жақсы болып жатса, халық өзі іздеп келеді ғой. Мен мысалы асабамын. Мен ролик жасап, визитка жасап көрмеген өмірімде. Мына тойдан жақсы болсам өзі тауып алады ғой. Ал біреулердің шоумен ана тамада ол тойға емес, өзін сатайын деп жатқан сияқты реклама жасайды ғой. Қорқасың ғой я. Мысалы біз былай жасадық, мен осы барғаныма 1 жылдың көлемі болды. Билет әртістерге, ойнап жатқан әртістерге 5 билеттен, біреу 40 жылдықта тұрады, біреу 30 жылдықта тұрады, біреу Винсовхозда, ауылынан шақыршы адамдарды. Қазір жасы 50 келсе де мына театр көрмегендер бар. Шақырған ек, ауылдан келгендерден интервью алдық қой. Мына клуб зор екен деді ғой. Клуб зор екен. Ол театр ғой. Ойнаған ойындары спектакль деген білмейді. Ойнаған ойындары қызық болды дейді. Спектакльдің не екенін білмейді, театр деген не екенін білмейді. Еш болмаса қойылым деп қазақшада айтады дейсіз. Ана ойнайтындар зор екен дейді. Клубтар дәу екен дейді, көрдің ба? Солардан тағы біреу өсейді, келді. Қазір біз қатты бейді зорлап, бүкіл мектептің мұғалімдерін шақырып қойып ондай қылмаймыз. Өздері сұраныс болады. Бізде ұстаз деген спектакль бар. Есімі керемет, ұстаз атауы. Бұл ұстазға деген құрметі қандай екен, кеп көреді, анау көреді, адамдардан естіп былай шақырту сондай. Ал кешегі қойып жатқан 117-ші пәтерде кәдімгі отбасылық оқиға. Тек ажырасуда, сабыр сақтау, осының түбіне жету деген жоқ. Оңай жолмен бер жағымен кете береді да. Сонда көреді да, уже сұраныс бар. Шетте тұрсақ та сұраныс бар. Осы кешегі спектакльге Жетісайдан кеп кешегі Қарашекпен деген спектакльді көруге келді ғой көрермендер. Енді мынау жастардың жалпы қазір біз дін саласымыз ғой. Мешітке барсаң пәлен пайыз жастар деп айтып жатады. Киноға барсаң пәлен пайыз жастар деп жатады. Сол сіздердің театрларыңыздың, сіздердің өнерлеріңіздің көрермендерінің қанша пайызы жоғымен жастарға бағытталған, не болмаса жастар енді пайызбен білмеймін, бірақ негізінде біз барлығына ортақ қойылым қоямыз. Бағанағыдай айтып жатырмыз ғой, біз дәстүрден аттап кеткен жоқпыз деп. Мүлде ондай зат жоқ. Бізде егерде неден келеді, Алматыдан келеді, басқа жерден режиссерлар келіп қойылым қоятын кезінде, спектакль қоятын кезінде, олар құшақтасу бар дейтін болса, бізде қол ғана ұстай саламыз бүйтіп. Қол құшақтасу, одан кейін барып жаңағыдегідей оғаш қылықтар болмайды. Сондықтан үлкенге де, кішіге де жаңағыдегідей сөздерін барлығын ортақ жасаймыз. Үлкен, кіші. Қазір спектакльдердің барлығын Алиkin айтып отыр ғой, бағана реклама жасайды деп. Реклама жасаған кезде қазір 12+ деп жасайтын болыпты. 12+, 17+ деп, 14+ деп. Енді олар, мынау біз еліктеп жатырмыз ғой, батысқа еліктеп жатырмыз. Батыс кіріп жатқан жоқ, біз батысты әкеліп жатырмыз. Өзіміз тасымалдап жатырмыз. Әкеліп жатырмыз, соған құмартып жатырмыз. Баяғыда сәл ғана ойбай газеттерден оқып,
мынау қыздың қолынан ұстадым деген кезде ойпырмай деп қалатын едік. Қазір оған таңғалмайтын болды. Қазір енді технологияның дамыған уақытында қазір балдардың өзін ұстап қалу қиын. Ал бірақ біз іштен де алып келіп жатырмыз. Бағанағы құшақтасатын жерінде, бағанағы екеуі кәдімгідей құшақтасып шешінетін жерінде. Бұның барлығын енді мен тоқтата алмаймын. Бірақ соған біз қарама қарсы жұмыс жасауымыз керек. Елді тәрбиелеуіміз үшін. Ұлттық болмыста дейсіз. Иә, біз көрсететін қойылымымызды көрсетіп отырып, ал бірақ соған тәрбиелеу керек. Негізінде оны оқып жатқан адам бар шығар, енді қаншама ақылды көрермендер келіп жатыр ғой, санасы өте сана деңгейі өте жоғары. Олардың барлығы оқып жатыр ғой. Дәстүрден аттап кетпедік. Сондықтан да біз 5 класстан бастап, 5 сынып деп жатырмыз, 5 сынып мектептер келе береді. 5, 6, 7, 11 класс. Содан соң үлкен жастағыларды ата-аналар, әжелер, аталар. Бірақ оғашқылығымыз жоқ ешқандай да. Менің сұрайын дегенім мынау, мысалы 100 көрермен келсе, соның қаншауы шамамен жастар болады сіздердің театрларыңызда? Бізде Көруге келгендердің. аралас. Жәндегі өзіміздің әжелеріміз бар, бір көрермен. Тұрақты Ұрып келеді, Иә. киім-кешекпен ұрып келеді. Аналарың көзінше біреуді айтып жіберсін. Бірдеңемен жіберіп ұрып сияқты ғой. Кәдімгі сол 60, мысалы 60 жастан 15 жасқа дейін аралас көрермен келеді ғой бізге. Иә, рахмет. Енді мынандай мәселе. Театрдан да актерсыздар, киноға да түсіп жүрсіздер. Осы театр мен киноның айырмашылығы сіздер үшін қандай? Театр мен киноның айырмашылығы өзіміз үшін ба? Иә. Өзіміз үшін негізінде бұл айырмашылығын турасын айтатын болсақ, бір-ақ линия бар театр мен киноның арасында. Театрда сен 19-шы қатарға жеткізу үшін қаттырек сөйлейсің. Ей, қайда бара жатсың деп. Ал фильмде жаңағыдай петличкамыз бар, жай ғана осылай сөйлей бересің. Қайда бара жатсың, қайдан келе жатсың деп. Сол ғана, содан соң камералар қойылады. Бірақ неден рахат аласың дейтін болса, маған осындай сұрақ қоятын болса, мен театрдан рахат аламын. Сыры неде? Сыры неде оның? Сыры сіз Тірі ойнатылған үшін. тірі ойнатылған үшін сіз берген затқа тура сол кезде рахмет айтқан үшін. Рахметі олардың шапалақ. Шапалақ оны миллиардтарға ауысып болмайды. Біз сондай, Ғалидің айтпақшы, біз сондай халықпыз. Шапалақпен рахат аламыз. Қошеметпен. Иә, алғыс. О, қандай. Бірақ қошеметтің де өз қошеметі бар. Бағанағыдай адамдар келеді. Мәжбүрлеп келген адамдар енді шапалағы белгілі болады. Құлағың естіп тұрды. Ал шынайы ұрған шапалақ ол миллиардтардан да жоғары тұрады. Біз үшін, біздің көңіліміз үшін. Енді мынандай бір қағидалар бар да, театр гардеробтан басталады деген сөз бар. Болмаса кейбір қойылымдардың ортасында кейбір көрермендер тұрып кетіп шапалақ ұрып ататын кездері болады. Осы театрдың мәдениетін біздің көрермендер қаншалықты сақтайды? Біреулер ысқырып жібереді, біреулер айқайлай жібереді, біреулер жылап жібереді, біреулер эмоциясын шығарып жіберіп жатқан жағдайлар болады. Осы театрдың қатып қалған қағидасы бар ма? Соңына дейін шапалақ ұрмау керек, соңына дейін жаңағы ойнап жатқан актердің ішіне кедергі жасамау керек дейтін сияқты бір барған кезде жаднама дейміз ғой, театрға кіргеннен шыққанға дейінгі бір ұстанымдар бар ма өзі? Жоқ, мынандай ғой, театрға кірген кезде міндетті түрде спектакль басылатын кезде хабарланады. Құрметті көрермендер, Құрманбек Жандарбеков жетісай драма театры осындай қойылым барысында телефон сөндіріп мұқият тыңдауларыңызды сұраймыз дейді. Ал енді ол сен қай жерде, мысалы Жетісайдамыз ба, Жетісайдан халқын біз өзіміз сахнада тұрып тәрбиелеуіміз керек та. Қазір Түркістанға келеміз, Сейтметов театры жұмыс істеп тастаған. Майда балдар келіп отыр, шум жоқ. Білмеймін оны, театр тәрбиелеп тастады ма, мектеп емес енді, театрдан көріп тәрбиеленген да. Біздің Жетісайда да шүкір, бірақ бізде анау алмасым көп қой. Медколледж, педколледж. Бірінші келген студент, бірінші курс студенттері ол 1 жылға дейін қиындау. Сот күші қып отырады. Және өзіне өзі ғашық болып бите береді ғой. 3-ші курстар олар бөлек көріп отырады да. Сонда ол театр бәрібір қай жерде болсын, сол театрдың тәрбиесіне қарап зрителін танисың ғой. Келген сайын мәдениет көтереді. Иә, көріп, ол қай жерде күлу керек, қай жерде шапалақ ұру керек, уже біле бастайды. Ана жерде дедім, анашым десе, о дейді. Пауыз ұстап тұрасың,
уже соған олар да үйренеді да. Қыз бен жігіт Жетісайда бір оқиға, Мұхит Қасқырбаев деген мықты композитор ағамыз болған, жақында өмірден өтті. Анау Мақпал Жүнісованың Қазақтың ерке қызымын деген әннің авторы ғой. Шілдеде пет колледж жақтан келе жатса, театрға адамдар кіріп жатыр екен да. Шілде ғой енді, ана театрдың іші салқын. Ол да кіріп кеткен ғой. Ортасында бете отырып ұйықтап кеткен да. Бір оянса, қыз бен жігіттің махаббаты дейді да. Мен сені сүйем. Мен де сені сүйем. Осы күнді күттім деп жақындаған кезде Мұхит ағамыз қарап отырып, «Ей!» деген ғой. Екі шетке бұрылып қашқан ғой. Бүкіл ел маған қарап тұр дейді да. Бете, мен ол театрда отырған ұмытып кеткен ғой. Зәресі қабат. Және де Қылышбек айтып отқан кино менен театрдың айырмашылығы, кинода камерада қайтып басынан дейді. Театрда камера халық. Сол жерде монтаж жасалып отырады да. Мына жерін қайтып айтайын деп айта алмайсың ғой. Қайтып ойнайын деп Қайтып ойнайын дей алмайсың. Тұр сол жерде прямой эфир, сол жерде монтажалып, қорытылып жатыр. Сол жерде ең соңында сенің дүниең қандай шықты, результат, монтаж қалай бітті, халықтың шапалағынан ғой. Сен спектакль бітіп жатқан кезде тұрып поклонға қарамай кетіп баратса, онда съемкаң быт болып кетесің да. Ал тұрып браво деп кетпей тұрса, рахаттанасың ғой. Бүйтіп кәдімгі әйелің тамақ істемесе де барып, өзіңмен өзің тойып ұйықтай бересің ғой. Ал спектакль быт болып, қарның тоқ болса да тамақ сұрап барасың да, бірақ жемейсің да. Сондай. Енді жалпы сіздердің табиғаттарыңызға қандай жанрлар, не болмаса стиль дейміз ғой жалпы, ұнайды? Драма ма, комедия ма, триллер ма? Және екеуіңізге де қатысты сұрақ, ойнағыңыз келетін, әлі бірақ театрда сомдамаған рөлдеріңіз бар ма? Енді Қылышбек екеумізде біразын ойнап тастадық. Әйелде болып ойнадым, шалда болып та ойнадым, шаншарда бүткіл 8 жыл кемпір болып та ойнадым. Маған негізі кәдімгі қазақи батырдың сондай рөлдер ұнайды. Мен енді бұл драма театрдан кеттім, сатира, Шымкент халық сатира театрына бардым. Ол жер театрдан айырмашылығы, ол Уәлибек ағамыз, Жүсіп ағамыздың несімен ашылған театр. Ол жер үлкен скетч, кәдімгі скетчті үлкейтіп, қоқыма дейміз ғой. Және ішінде бейтіп айтатын сондай әзілдермен жүретін театр. Мен соған кеттім да, сонша мына жақта алған еңбегім бәрі қалып жатыр ғой, уже халтураға кетіп барады. Тәжірибе. Сөйтіп жүріп, бір күні фестиваль болатын болып, Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан спектакль қойды. Сол жерде мен Көтібардың рөлін алдым да, қайтып Батырдың рөлі. Ананы ойнағанда жаным күледі ғой. Кәдімгі бұл драма, ондай тарихи спектакльдер әртістердің бойындағы полный вирусын тазалап шығады да. Кәдімгі бөлек сезім. Бірақ енді комедия жанры ең ауыр жанр. Өте қиын жанр да. Бірақ көрерменге ұнайтын жанр ма? Көрерменге ұнайтын, ұнату сенің қолыңда да. Күлдіру қиын ғой. Күлкі болу оңай дейсің. Күлкі болу оңай. Сізге қай стиль өзіңіздің оң жамбасыңызға келеді қазақша айтқанда? Маған ұнайды, маған комедия ұнайды. Әзіл. Енді бірақ өзімнің деңгейімді білмеймін. Көрермен қасымдағы әріптестерім біледі ғой. Бірақ бұл юмор деген бұл жанрлардың атасы. Біреуді күлдіру ол өнер, және күлкі болу өлім дейді ғой. Сол секілді. Бірақ сол жанрлардың ең жоғарғысы юмор, комедия болғаннан соң комедияға қол жеткізгім келеді. Ал деңгейімді білмеймін, бірақ маған комедия ұнайды. Күлдіріп отырып, ол адамдарды қазір күлдіріп, әзіліңді айтып отырып жеткізген әңгімең, оның дұрыс емес екенін айтып жеткізген әңгімең, оның миында қалады. Оған сен ұрсып айтатын болсаң, ол тура сол жерден, мынау миындағы тетігін қосады да, тура сол жерден сен тыңдамайды, алдыңда отыра беруі мүмкін, көзі бақырайды. Әзілдесіп, оның әзілдесіп отырып, оның қателіктерін айтатын болсаң, тез қабылдайды. Сол секілді, бұл юмормен қаншама адамды негізінде тәрбиелеуге болады. Тәрбиеле деп айтамыз ғой бағана.
театр адамның айнасы деп жатамыз ғой. Олар өзін көру үшін барады театрға. Көрермен өзін көреді сол жерден. Мынау қателік екен ғой, мен де дәл осылай әйеліме ұрса беремін ғой, менікі дұрыс емес деп. Адамды тәрбиелейтін жер ол өзін көрсетіп тұр. Барлық актер айтады, армандайды король Лир, Шекспирдікі. Ол жерде бүкір болады, сол бүкір өзінің ағасын өлтіріп тұрып, содан кейін оның тағын тартып алады, содан соң оның әйелін тартып алады. Өзі келіспей қалған кісі негізінде. Бұлай, мінездемесін білемін да, хаттар маңдай сол рөлді. Айтар ойы көп, көрерменге айтар ойы көп. Жеткізері көп. Одан қаншама көрермен ол спектакльді көрген кезде негізінде басқаша ойда болады. Рахмет. Енді жаңа барлық рөлді ойнадық деп жатсыздар ғой. Мен енді біздің мекеме дінге қатысты жұмыс жасағаннан кейін бір сұрақ қойыншы. Дінге қатысты бір рөл ойнап көрдіңіздер ме? Молданың, болмаса бір басқа да бір діни қызметкердің. Шаншарда дәп көшті көрмедің ба? Жоқ, сол менің сұрағымның түйіні мынада да. Сол діни рөлді ойнау үшін сол бір молдамен, болмаса дін қызметкерімен бір ақылдастыңыздар ма? Біз ақылдастық. Шымкентте дәл соны қоятын кезде ақылдастық. Біз енді өзіміздің Жетісайына Қызыләскер жаққа баратқан кезде де әр рудың өзінің мазараты бар. Кіргізбей жатқанды естіп жатамыз. Соның бәрін алып отырып жасадық. Әлде де бар мысалы. Пәленбай төлемесең, өже сол өлген адамдардың жері сатылып жатқаннан кейін ол не деймін да? Байтақ даламыз не болды, байтақ жеріміз не болды. Сосын имамдардың сөзін шыны керек қой. Бір жұмаға барсаң, өкініп қайтасың ғой. Десең тозақ, бейтеп, күнәлі екеніңді біліп отырасың, жұбату керек қой. Бір имамдарды айтса, бейтіп деп айтқан кезде, өлімге кетеді ғой. Шошымай ғой. Бір әдемі жеткізеді да. Сол Шымкентте бір мешітте шыққан кезде айтқан едім, молдагеден мүлдем келмейтіндей қылып жібердім ғой дедім да. Мен тандым дедім кәдімгідей. Періште емес, пендеміз ғой. Ол енді бір күнәсі жоқ пенде бар деп мен айта алмаймын. Бәрінде бар ғой. Әйтеу бірдеңені табады ғой. Негізі имамдар театрға келіп тұру керек. Сол кезде біздің қойылымдар арқылы біз халыққа бүйтіп айтсақ, жақын жүрегіне жетеді екенбіз ғой деп. Егер де сен дегеннен бастап бүйте береміз ғой, осы бірдеңе болып қалам деген деп ше. Мен айтып қаламын. Туыр сақан қарап тұрады ғой тағы да. Тозақтан администратор ұқсап тұрамыз. Енді ол жалпы бар ғой, бірақ қазіргі таңда шүкір білімді имамдар да шығып жатыр. Шығып жатыр, жай шығып жатыр. Желіде де көрсетіп жатыр. Енді ол сіздің жаңағы Валибек ағамызбен бірге сомдайтын неңіз ғой. Жұманы жексенбіге ауыстырамыз. Әзіліңіз енді ол бәрінің бүкіл халықтың есінде, ол тіпті жұма күндерде әзіл ретінде айтылады халықтың арасында. Енді мынандай бір дүние бар да. Бір кітапты оқысақ, кейіпкері туралы оқимыз, оны бір қырынан екі рет оқыса, екінші қырынан танимыз. Мысалы сіз жаңа айттыңыз ғой, Алпамыс батырды мен 100 рет ойнасам да жалықпас едім деді. Бірақ сол рөлді 10 рет, бір 20 рет ойнадыңыз. Бірақ соның өзінде мынаны былай, тағы да мынаны бүйтіп айтып жібергенім де ғой. Мысалы, Алпамыс батырды 2007-де қойдық дедіңіз ба? Биыл 2025 жыл, арадан 18 жыл уақыт өтті. Әлеуметтік бір мәселені соның тілімен жеткізсем ой деген бір өкініш болып тұра ма өзекте? Ол ар жағында бар адам осы былтырғы ойнаған нәрсесін көріп, бүйту керек еді деп тұр. Ал ар жағында жоқ адам осыдан 15 жыл бұрынғысын мен сөйткен едім ғой деп жүре береді. Оның ой өрісі сонымен қалып кеткен да. Ол одан ештеңе шықпайды. Сен осымен жүре бер дейсің. Кәдімгідей біз осы қандай спектакль ойнасақ та, сол кейіннен бүйтіп көріп, мысалы мен және мүсіншіні қай жылы ойнады ғой? Почти 2010 жылы біздің театрымыздың актері бардықын, кейін драматург сөйтіп шығармалар жазып, Сәкір Найзағараев деген қайтыс болып кетті. Соның мүсінші деген спектаклі. Сол бір қызбен ойнағанбыз, соны кеше айтып жатық та. Енді ойнайтын возрастқа келдік, жасымыз толып келді. Осы Қылышбек бар, мен Жадыра деп өткіземіз дейсіз ғой соны кейіпкерді. Сол кезде айта алмай жеткізе алмай қалғанда енді жеткізгіміз келіп тұр да. Сонда мысалы 2026-ның жоспарына қосып жатырмыз қазір. Сол спектакльді қайып жасайықшы деп. Өйткені ол кезде біздің жасымызға тура емес, бүйтіп ойлансақ, бірақ мына жақта қалып кеткен да. Қайт тіріліктің келіп тұрады. Ал бір әртістер болады,
сол кезде өлтіргесін деп қойсаң болды, жүре береді. Дамытпайды. Сонымен пенсияға шығып кетеді. бір рөлді Иә. пенсия ашса да Бір әртістер тек массада ой бәрекелді, не дейді, аха мен де шығып кетіп жатқандар бар. ол да актер дейсіз. Ол да актер. Ол әңгімесінен сен қорғасын олардың. Мынандай әртістер де болады. Біреуден естіген әңгімені басқа біреуге жеткізу менің азаматтық борышым деп өмір сүріп жүрген әртістер бар. Ал ондайлар нағып жүр дейін десем, ол қай бір кез келген ортада да бар. Кез келген мекемеде бар дейсіз ғой. Иә, сол болмаса мынаяқтың жұмысы жүрмейді. Театрымыздың бәрі мысалы, машалла, иншалла деп жүре берсек, біздің театр болмайды. Мешіт болып кетеді. Аналардың түрткі сап тұрып, соған сен қарсы ойнап, өмірдің өзі сол ғой. Күресумен Иә, өтеміз. өмірдің өзі сол ғой. Әдемі тамақ істейсің, әші тұз, самасаң анан дәмі кірмейді ғой. Ал сол әші нәрсе анан тәтті қылып беріп тұр да. Сондай дұшпандардың арқасында тірлігім жүріп отырады да. Біз дамып жатырмыз, өсіп жатырмыз дейсіз ғой. Иә, рахмет. Енді бүгінгі жалпы жастарға сіздер актерсыздар ғой. Жаңа өздеріңіз айттыңыздар, актер адам не біреуден артық болады, не қоғамнан кейде кем болып көрінеді. Сіздердің көзіңізбен қарағанда бүгінгі жастарға жетпей жатқан бір дүние бар ма? Және бір айтқыңыз келетін дүние бар ма? Жастарға жеткізгіңіз келетін, мынаны былай жасайық та деген секілді. Қазіргіше, қазір мен қорқамын енді. Біздің келешек ұрпағымыз осы жерімізге ие болып қала ма? Әскерге зорлап алып қашып жатыр. Оның шешесі ояқтан алып қашып, нағашылар үйіне жіберіп жатыр да. Қазір әскерге барсаң, отанды қорғау емес, телефонмен ойын ойнап кірейіп кеткен ғой. Соны ұмытсыншы деп жіберіп қойғандар да бар. Мен туған бауырым сөйтіп жіберіп қойған, сәл ойын ұмытсын деп. Сол адам отанды қорғай алады деп ойлаймыз ба? Қазір бәрі қашып жатыр. Ертең сырттан Құдай сақтасын, біреу ей деп бомбыңды қойшы, хлопушка лағып тұрып жіберсінші. Бәріміз сол ел болып кете саламыз. Сол жағынан кейінгі ұрпақтан білмеймін қалай тәрбие беріп жатқандарын. Сіздің жастарға айтарыңыз бар ма? Технологияны қою керек. Мынау технологияны қойғанда бағана Дұрыс жаңа Телефон. шығар. осы телефон жағы өте бұзып жатыр қазір жастарды. Сондықтан арасында да яғни атасының әжесінің алдына жіберіп тұру керек. Ата мен әже ауылда қалған шаңырақ, ол тұру керек ауылда. Болу керек. Біздің ауылда қаймағымыз, ауылдағы шаңырағымыз бұзылатын болса, онда біз бәріміз бұзыламыз. Ауыл болу керек, ауыл дұрыс болу керек. Көкелеріміз де айтады ғой, ауылды дамытыңдар деп. Ауыл даму керек. Сондықтан да ауыл дамыған ауылға сол жерге барып жіберіп тұру керек. Ауылда өстік. Мына ауылда өсіп жатқан барлығына топырақ шашпаймын, бірақ енді біздің атамыз, әжеміз бізді осылай жақсы нәрсеге тәрбиеледі ғой. Иә. Ол кісілердің көзі кетті қазір. Ол кісілердің көзі былай бүйтіп кеткеннен соң қазір жай біз өзіміз де технологияға келе жатырмыз. Үйге барсақ, балалармен қосылып телефонда отырамыз барлығымыз. Осыдан ажырап біз басқа жаңағыдегі неге қарап өтетін болсақ, салт дәстүріміз қалып бара жатыр деп отырмыз. Осының барлығы ұмыт болып бара жатыр. Өте қорқынышты осы. Ажырасуда ертең, ұрыста, бағанағы депрессияда осыдан шығады барлығы. Сондықтан бұны бәлкім мектеп несіне беру керек сияқты бағана. Қазір енді мектепте де алып тастап жатыр ғой, қазір телефонды кіргізбей жатыр. Жалпылама ауыл қазақтың қаймағы дейсіз ғой. Қаймағы. Енді мынандай бір имамдар туралы жаңа айтып жатырмыз ғой. Имамдар жүрген жерінде көрген оқиғасын ертесіне уағыз қылып айтады да. Бір бауырымыз өйтті, бір бауырымыз бүйтті деген сияқты. Сіздерде де мысалы осы қоғамдағы болып жатқан, көріп жатқан орталарыңыздағы дүниелерді спектакльдерге жаңағы эпизод ретінде қосатын жерлеріңіз бола ма? Арасында болады міндетті түрде. Үнемі қоғамнан түртіп жүресіздер ме бір дүниені? Кем түсіп жатқан жерін, ұтымды түсіп жатқан жерлерін? Ол міндетті түрде айтылады. Кеше мысалы Қара шекпен деген спектакльде хайуанаттар ойнайды да, ит ойнайды, оның ішінде қой ойнайды. Солар айтып жатыр да. Адамдарға айтып жатыр да соны. Сол кәдімгі иттің өзі
қанша еңбек ететін ешектің өзі қанша еңбек еткізеді, бірақ түбінде керексіз қылатын адамның сондай жәнедегі Алланың жаратылысының ішіндегі ең санасымен жаратқан адам ғой дейді. Бірақ бізде сана жоқ дейді. Бірақ сол кейбір тірліктері сондай жануарларда да кем болып жататыны айтылады. Бүгінгі спектакльде де ондай нәрсе көп айтылады, қазіргі кезеңде болып жатқан нәрселер. Жалпы әлеуметтік міндетті түрде даму айтылады. тенденциясындағы проблемалар міндетті түрде қойылымнан көрініс табады дейсіз. Бұл кісі анандай домовой ойнайды, үйдің егесі болып. Осы бүгін домовой бәрін айтып шығады ғой. Адамдардың қандай болып жатқанын. Түсінікті. мынандай бір философиялық пікір бар негізі. Актер қоғамда болып жатқан келеңсіз жағдайлардың барлығына өз ойын қосатын адам деген. Сол секілді барлығын түйіп жүреміз ғой. Бағанағы уақыты келген кезде форматымызға, спектаклімізге форматына сиятын болса, оны біз айтып қалуға тырысамыз. Солай жөндеуге, бағана көрерменімізге біз үндеп ой тастасақ болды. Өйткені оны алдына әкеліп, сен мынандай қыл деп айта алмайсың. Бағанағы сіз жаңағыдай дін өкілдерімен ақылдасасыз ба деп отырсыз ғой. Негізінде біз ақылдасқанмен мына жақта режиссердің форматына кірмей қалады. Бұл тереңдетіп айтуға болмайды. Оны тек қана біз ой салуымыз керек деп кетеді. Содан соң біз ой салуымыз керек. Ал түзелетін өздері жай өзінің жаңағыдай дұрыс емес жерлерін көрермен. Рахмет. Енді біздің сұхбатымыз аяқталды. Біздегі блиц сұрақ деген айдарымыз бар. Қысқа сұрақ, қысқа нұсқа жауап. Екеуіңізге де ортақ сұрақтар бар және бөлек-бөлек қойылатын сұрақтар бар. Танымал жайдарманшы, бүгінде көркемдік жетекші, кезінде Әзіл-Сықақ театрынан актер болған Ғалымжан Қаппаровтың соңғы оқыған кітабы. Соңғы оқыған кітабы Абай жолы ғой. Мен енді оқыдым ғой соны. Бірінші және соңғысы емес пе әйтеуір? Бірінші және жоқ, соңғы. Оны бірақ жыл сайын оқыған сайын және өзің айтпақшы түрлі қырынан кете береді. Танымал актер Қылышбек Қасымбеков жылына қанша кітап оқиды? Мен білмедім, бірақ соңғы деп айта алмаймын. Өзі бір 3 ай сайын қайта оқимын ше. Нені арасында кітаптардың. Өйткені жастық шақты еске алу үшін Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық мол жылдарын көп оқимын. Өйткені жастығыма қайтамын өзім. Жастықты сағынамын дейсіз. Жалпы сіздер Ғалымжан Қаппаров актер болмағанда кім болар еді? Қойшы. Қылышбек Қасымбеков актер болмағанда кім болар еді? Аспаз. Поварлыққа қызығасыз ба? Қызығам. Қай ұлттың тамақтарын жақсы істейсіз? Мен нені? Пловты жақсы жасаймын. Палау. Актерлықтан бөлек тапсырыс алмайсыз ба? Актерлықтан бөлек тапсырыс тұрмай ма? Жоқ, олай емес. Бірақ мен өзім қызығушылығыммен. Рахмет. Жалпы сіздер үшін еліміздегі топ 5 актер. Топ 5 актер дейсің ба? Бізге енді ескілер ғой. Асанәлі Әшім, Тұңғышбай Жаманқұлов, одан кейін Құдайберген Сұлтанбаев, Мейірман Нұрекеев тамашадағы. Сосын мен жақсы мойындаған Бауыржан Ибрагим, кейінгі Жүсіп Ақшора. Әзіл жағынан келгенде. Бәкең ренжіп қалмай ма мына сөзді? Ренжімесін. Шындықтайды көріп қой. Жалпы Қылышбек аға, сіз үшін еліміздегі топ 5 актер. Мен жастарды айтайын. Өзіммен деңгейлестерді. Жастылар. Рүстем Жанаман, Еркебұлан Дайыров, Берік Айтжанов, Азамат Сатыбалды, содан соң қыздардан Зарина Кармен. Осы 5 актер топ сіз үшін. Рахмет. Әрине, әркімнің талғамына талас жоқ. Әзіл ретінде де сұрап жатырмыз. Сіздердің бүгін жалпы мына Күлтөбе студиясына қадам басқандарыңызға, уақыттарыңызды бөліп, гастрольдік сапарда жүргендеріңізге қарамай, біздің студиямызға келіп, құнды, тәлімді, тағылымды сұхбаттарыңызды өрбіткендеріңізге үлкен рахмет білдірем. Театрдың көрермендері көп болсын. Елге қояр, елге айтар, елге жеткізер ойы терең дүниелер сіздердің шығармашылықтарыңызда туындай берсін деп біз үлкен Жандарбек Құрманбеков атындағы драма театрының ұжымына да өздеріңіздің жеке шығармашылық жұмыстарыңызға да табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.